Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Skills еңбек KZ онлайн режимде кәсіптік оқыту платформасында жұмыс істеуші білім алушылардың нұсқаулығымен толық таныстыратын боламын. Ең алдымен платформаға тіркелу үшін Google-дың іздеу батырмасына еңбек KZ деп жазып аламыз. Осы жерден электронды еңбек биржасы сілтеменің үстінен басамыз. Және осы жерден тілін қазақшаға қойып аламын. Қызметтер деген батырманы басу арқылы онлайн оқыту деген батырманы басамыз. Осы жерде кіру деген батырманы басамыз. Білім алушы ретінде Қазақстан Республикасының азаматы. Егер сіз жүйеге бұрында тіркелген болсаңыз, өзіңіздің тіркелген есептік жазбаңыз арқылы, электронды почта арқылы немесе ұялы телефон арқылы кіруге мүмкіндіктеріңіз болады. Ал егер жүйеге бұған дейін тіркелмеген болсаңыздар, онда осы жерде тіркеліңіз деген батырманы басамыз. Тіркелудің екі түрлі жолы бар. Бірінші электронды почта арқылы және екіншісі ұялы телефон арқылы тіркелуге мүмкіндіктеріңіз болады. Электронды почта арқылы тіркелетін болсаңыз, онда ол жұмыс істеп тұрған электронды почта болу қажет. Өйткені электронды поштаңызға мақұлдау үшін SMS жіберетін болады. Сол SMS-тегі сілтемені басу арқылы өзіңіздің электрондауыңыз қажет. Ал егер де телефон номер арқылы, ұялы телефон арқылы тіркелетін болсаңыздар, онда телефон номерлеріңізге SMS код келетін болады. Жүйеге сәтті тіркелу өткеннен кейін осы жерден өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіре аласыз. Профиліңіздегі ақпараттарды өңдеу қажет болатын болса, осы жерде профилдегі ақпараттарды өңдеу деген батырманы басамыз. Осындай бет ашылады. Осы жерге өзіңіздің тегіңізді, атыңызды, әкеңіздің атын және ЖСН номеріңізді, электронды поштаңызды, аймағыңызды, қала немесе елді мекеніңізді көрсетіп қойсаңыздар болады. Енді платформамыз қолдануға дайын. Енді осы жерде курстар каталогы дегенді басу арқылы осы жерден түрлі курстарды іздеп қарасаңыздар болады. Ең алдымен біздерге электронды еңбек биржасын қалай дұрыс пайдалану қажет екендігін үйрететін курстан өтуіміз қажет. Ол үшін міне все курсы деген батырманы басамыз. Электронды еңбек. Міне осы жерде сенің мансаптық бастамаң электрондық еңбек биржасын қалай пайдалануға болады. Бұл тегін курс. Ең алдымен осы курсты өтіп оқып алуымыз қажет. Өту үшін, оқуды бастау үшін ең алдымен курс туралы толыққанды ақпаратпен танысамыз. Ал енді курстан өту үшін осы жерде курстан тегін өту деген батырманы басуымыз қажет. Көріп отырғандарыңыздай, біз курсқа сәтті тіркелдік. Енді осы жерде мына көк курстың үстінен басатын болсақ, осы жерде біздің өзіміздің жеке кабинетімізде, курстар бөлімінде біздің курсымыз сақталып тұр. Электрондық еңбек биржасына қалай пайдалануға болады деген курсымыз сақталып тұр. Курстан өту үшін осы үстінен басамыз. Курстың сипаттамасы бірінші бізге таныстырылады. Одан кейін сабақтар және курстың авторымен таныса аласыз. Ең алдымен курстың сипаттамасымен толыққанды танысып шығыңыздар. Одан кейін барып, мына жерде сабақтар деген бөлімді басу арқылы осы жерде мынау сабақтарды ретімен өтіп шығуымыз қажет болады. Және соңында қорытынды тест тапсыруымыз қажет. Бірінші видеоның үстінен басамыз. Одан кейін барып осы жерде бізге видео сабақ көрсетіледі. Осы видео сабақты толыққанды көріп шығуымыз қажет. Кейін курстың сипаттамасымен танысып, осы жерде сабақ материалдары, яғни сіздерге дәріс, лекция жүктелінген. Осы лекцияны осы жерден жүктеп алсаңыздар болады. Бірінші дәрісті аяқтап болғаннан кейін сабақты аяқтау деген батырманы басамыз және келесі екінші сабаққа. Бұл жерде дәл осындай сіздерге ең алдымен видео сабақ көрсетіледі, одан кейін курстың сипаттамасы және осы жерде екінші сабақтың лекциясын жүктеп алсаңыздар болады. Сабақтың барлығы жасыл белгілермен көрсетіліп тұрады. Ең соңында қорытынды тестілеу тапсыруымыз қажет. Егер сіздер осы жерде қорытынды тестілеуден өте алмаған болсаңыздар, онда модульді қайталап сабақты қарауыңызға болады, немесе повторный тест тапсыруыңызға болады. Ең соңында қорытынды тестілеу нәтижелерінен сәтті өткеннен кейін сертификаттан өту деген және сертификаттан өтіп болғаннан кейін міндетті түрде пікір қалдыруымыз қажет. Ол үшін пікір қалдыру батырмасын басып, мына жерге курс сізге ұнады ма, сол туралы комментарийіңізді жазып, сақтау деген батырманы басамыз. Сертификатымыз дайын. Осы жерде сертификатты жүктеу деген батырманы басуымыздың сертификатымыз да сақтау деген батырманы сақтау. Құрметті достар, назарларыңызға рахмет. Платформада өте жақсы курстар бар. Сіздер де өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге сай курстардан өтіп, сертификаттар алып, барыңызды дамытып, алдағы уақытта өзіңіздің жеке кәсіпкерлігіңізді немесе өзіңіздің бір жақсы жобаларыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.